Қазір баланың аяқ бөлігіне массаж жасауды көрсететін боламын. Ең бірінші массаж жасағанда қимылды сипалаудан бастаймыз. Яғни баланың денесін массажға дайындаймыз. Осылай жайдап сипап аламыз. Екінші қимыл бізде қыздыру. Қыздыруды алақанмен және алақанның екі шетімен жасаймыз. Өзіңізге қалай ыңғайлы, сол әдіспен жасай беруге болады. Мен қазір алақанмен жасап жатырмын, алақан ішімен. Екі жақ шетінен. Жақсылап қыздырып аламыз. Әрбір әрекеттен кейін баланың аяғын сипалап отырамыз. Келесі техника бізде уқалау. Уқалауды 4 саусақ сыртымен жасаймыз. Төрт саусақтың ұшымен де жасауға болады. Бұлшықеттеріне әсер ете отыра батыңқырап жасаймыз. Мен қазір аяқтың жоғарғы бөлігін массаждап жатырмын. Сипалаймыз. Енді аяқтың ортаңғы бөлігі. Шашкасы дейміз. Тізе айналасын массаждаймыз. Сүйекке тимейміз. Айналасын уқалаймыз. Сипалаймыз. Аяқтың жоғарғы және ортаңғы бөлігі бітті. Енді төменгі бөлігіне көшеміз. Қимылымыз, қолымызды осылайша ұстап, жартай тәрізді қимылдар саламыз. Жартылай шеңберді қолдануға болады. Төрт саусақтың ұшымен де жасаса болады. Сипалаймыз. Енді табан бөлігіне көшеміз. Табан бөлігіне баратын жағын апарамыз, әкетеміз, апарамыз, әкетеміз. Әрекетті 6-8 рет жасаймыз. Одан кейін табан саусақтарына көшеміз. Сіздерге жақсы көріну үшін екінші аяғын табан бөлігін көрсетейін. Табан әр саусағын ашып отырып массаждаймыз. Сіздерге көріну үшін екінші қолмен жасап жатырмын. Сіздер өздеріңізге қалай ыңғайлы, солай жасай беруіңізге болады. Табан саусақтар массаждап біткеннен кейін табанның өзіне цифрлар саламыз. 8, 6, 7 деген цифрларды салып массаждаймыз. 8, 6, 7. Қайтадан
Жаңағы массаждалған аяғыма көрсетеміз. Соңғы әдіс аяқтың жоғарғы және төменгі бөлігін байланыстыратын шашканы апарамыз, әкетеміз. Тізе жағын. Соңғы әдіс баланың аяғын сипалаймыз.